Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кесет арнасы. Бүгін мен сіздерге байлық, бизнес, ақша туралы үздік 10 фильмді көруге кеңес беремін. Байлардың өмірі, олардың қаржылық дағдылары, жетістікке жету жолы туралы фильмдер өте көп. Кейбірі шынайы оқиға негізінде түсірілген соң көрермендерге тіпті қатты әсер етіп жатады. Мен өз көрермендеріме ақша, миллионерлер жайлы қаржылық табыс туралы үздік 10 фильмді ұсынғанды жөн көріп отырмын. Оның ішінде әдемі өмірдің астарында жатқан байлардың көпшілікке беймәлім тұстары туралы да, болмаса мотивация беріп шабыттандыратындары да бар. Ендеше алдағы демалыста қарауға болатын туындылар легі мынандай. Орын алмасу. Фильм 1983 жылы ақш-та шыққан. Брокер Луис Уинтроп қалыпты өмірін сүріп жатады. Сөйтіп бір күні бастықтары бай мен даладағы қаңғыбастың орын ауыстырса не болар екен деп тәжірибе жасап көрмекке бел буады. Айтарлықтай табыс тауып жүрген Луис осылайша бір сәтте көшеде қалады. Ал оның әдемі өмірін сүруге орнына алаяқ Билли Рей Валентайн барады. Оқиға желісі осылай басталады. Осының өз ақ сіздерге біршама қызықтырып үлгерген болар. Әрмен қарай не болатынын айтпай-ақ қоялық. Режиссер Джон Линдистің бұл туындысының кей жерлері Марк Твеннің Ханзада мен қайыршы романында Моцарттың Фигароның үйлену тойы операсына ұқсап кетеді. Небір қызықты оқиғаға тап болатын кейіпкерді ойнаған Эдди Мерфи осы рөл үшін алтын глобус иеленеді. Уолл-стрит. Фильм 1987 жылы ақш-та шыққан. Мұнда да брокердің бастан кешкендері баяндалады. Бас кейіпкер жас брокер Бад Фокс, оның бас арманы банк саласының майын ішкен Гордон Геккомен танысу, бірақ Гекко дәулетін түрлі лас махинациялар құру арқылы тапқан. Сөйтіп Фокс ақыры Геккомен танысады. Екеуі бірлесіп жұмыс істеуге келісіп, аяқ асты қауіпті ойынға қосылады. Бір сәтте Фокс әріптесінің оны пайдаланбақ болып жүргенін сезіп қояды. Қызық осы жерде басталады. Бұл оқиға шынында да болған. Атап айтқанда 1986 жылы Нью-Йорк биржасында болған жағдай екен. Гордон Гекконың рөлін ойнаған Майкл Дуглас осы туындыдан кейін Оскар алады. Бойлер қойылған бөлме. Бұл фильм 2000 жылы ақш-та шыққан. Сет Дэвис бұрын үй ішінде заңсыз казино ұйымдастырып жүрген жас алаяқ. Кейіннен биржалық брокерге айналып, мықты жағдай жасап алады. Кезінде бір жылда табатын табысын енді бір айда табатын болды. Бірақ артынша ол өз істеп жүрген компаниясының арты таза емес екенін сезіп, таңдау алдында қалады. Фильмнің берері мол, сюжеті ғибратқа толы. Вин Дизельдің ойыны да сәтті шыққан. Қолынан келсе ұстап ал. Фильм 2002 жылы ақш-та шыққан. Фрэнк Абигнейлдің жас кезінен жалған түбіртектер мен құжаттармен жасаумен аты шыққан. Ол бірде ұшқыш, бірде дәрігер, енді бірде прокуратураның көмекшісі болып алдап жүрген. ФБР агенті Карл Хенретти ұзақ жылдар бойы қолға түсіре алмай ізіне түседі. Кино режиссер Стивен Спилберг Америка тарихындағы ең жас алаяқтың оқиғасын көрермендерге сәтті жеткізді десе де болады. Өйткені ол алдаудың шебері, алаяқтықты құдды өнерге айналдырған еді. Фильмге Леонардо Ди Каприо мен Том Хэнкс түскен. Бақыттың соңында. Фильм 2006 жылы ақш-та шыққан. Крис Гарнер жалғызбасты әке. Жұмыссыз қалған ол брокерлік компаниядан тағылымдамадан өтуге бел буады. Тағылымдамасы жарты жыл уақытта алады. Айлық төленбейді. Әрі 20 стажердің ішінен біреуін ғана жұмысқа алатын болады. Осыдан ақ картинаның қандай сентиментал екенін байқауға болатын шығар. Габриэл Мучино түсірген туынды шынайы оқиғаға негізделген. Қандай жағдай болса да еңсеңді түсірмей алға басуға шақырады. Жалған ақша жасаушылар. Бұл фильм 2007 жылы Аустрия, Германияда түсірілген. Концлагерде жатқан тұтқын Соломон Соровинске британиялық фунт пен американдық долларды қолдан жасауға тапсырма береді. Осылайша жау мемлекеттердің экономикасын қопару мақсаты тұрады. Бас кейіпкер мен оның жанындағы бірге істейтіндерді басқа тұтқындарға қарағанда жақсырақ өмір сүреді. Бірақ олар мұның бәрі уақытша екенін, мақсатына қол жеткізген соң операцияның ізін жою үшін оларды бір сәтте өлтіріп тастайтынын жақсы түсінеді. Режиссер Штефан Рузовицкийдің картинасы 2007 жылдың үздік туындысы танылып,
Оскарды иеленеді. Ерлер арасында фильм 2010 жылы ақш-та шыққан. Бірнеше миллиард айналымы бар ірі корпорация дағдарысқа тап келіп, табысы азая бастайды. Сөйтіп, директорлар кеңесі персоналды қысқарту керек деген шешім шығарады. Осылайша жұмысынан айырылғандардың ішінде жоғары шенді менеджер Бобби Уокер бар болып шығады. Әдетте не ішем, не кием деп уайымдап көрмеген ол, әрмен қарайда солай өмір сүруге талпынады. Қанша жерден тиын санап тұрса да, сән-салтанатқа толы өмірін қимайды. Орта кластың ұшар басында тұрған адамдардың өмірі туралы режиссер Джон Уиллс өте әдемі картина түсірген. Кейіпкерлердің өмірі бір сәтте өзгеріп шыға келеді. Әрқайсысы өз жолын таңдап кетеді. Кейбірінің салы суға кетсе, енді бірі өліспей беріспеу керек деген ұстанымы болады. Уолл-стрит. Ақша көз ілмейді. Фильм 2010 жылы ақш-та шыққан. Жоғарыда атап көрсеткен Уолл-стриттің жалғасы. Әлемдік қаржылай дағдарыс қызған шақ кезінде Уолл-стриттегі ең мықты брокер болған Гордон Гекко бостандыққа шығады. Сөйтіп, ол бұрынғы жағдайын қайтарып алғысы келеді. Бірақ ол үшін бірінші кезекте қызы Виннимен ара қатынасын түзеуі керек. Ал қызы болса мүлдем араласқысы келмейді. Содан қызының сеніміне кіру үшін ықпалды күйеу баласы Джейкоб арқылы көңілін таппақ болады. Оливер Стоун адамның аш көздігі, дүние қоңыздығы туралы айта келе, отбасылық құндылық тақырыбында керемет қозғайды. Осылайша фильмнің орта тұсына келгенде мелодрамаға айналып кетеді. Тәуекел түбі. Бұл фильм 2011 жылы ақш-та шыққан. Жақында ғана жұмысынан айырылған қаржы сарапшысы өзінің жас әріптесіне флешка беріп жібереді. Ол жерде есеп жазылған екен. Атап айтқанда 100 жылдық тарихы бар ең ірі американдық банктың күлі көкке ұшқалы тұрғанына болжам жасалған. Бұл мәселені шешпек болып, бірнеше маман енді не істеуге болатынын ақылдасып, бір түнде бәрін реттемек болады. Жалпы алғанда туынды арқылы қаржылық корпорациясының ішінде не болып жатқанын байқауға болады. Шексіз. Фильм 2011 жылы ақш-та шыққан. Оқиға Нью-Йорк жазушысы Эдди Мор туралы. Оның өміріне аса қызығуға келмейді. Өйткені кейіпкер шабыт іздеп, шығармашылық дағдарыста жүреді. Ол аз болса сүйгенімен екіге кеткен соң жағдайы тіпті ауырлайды. Сөйтіп ол бір күні депрессиядан айықтыратын дәрі ішеді. Таблеткаға әлі эксперимент жасалып жатқанын айта кету керек. Қызығы сол, жаңағы дәріні ішкен соң Эдди алдымен мықты литературға, одан соң биржалық ойыншылардың көшбасшысына айналады. Бірақ осы тұста мынандай мәселе шығады. Препараттың қоры уақыт өте келе таусыла бастайды. Ал кейіпкердің басында бұл кезде бір түрлі нәрселер бола бастайды. Ол жадынан айырылып жатыр екен. Айтпақшы, кейіпкердің жағдайын режиссер Нил Бергер ерекше түстер гаммасы арқылы ұтымды көрсете алған. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Жоғарыда аталған фильмдерді көруге кеңес беремін. Ал сіздер өздеріңізге мотивация беріп, қаржылай дамытатын қандай киноларды көрдіңіздер? Көрген фильмдеріңізден қай фильмнен қандай үлгі өнеге алғандарыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Доллар Кейзет арнасы. Видео ұнаса, сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.